Кальцийдің адам ағзасына пайдасы. Кальций адам ағзасы үшін маңызды минерал, ол сүйек және тіс денсаулығынан бастап, жүрек, бұлшықет және жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне дейін әсер етеді. Пайдасы. 1. Сүйек пен тістің беріктігі. Кальций сүйек тінінің негізгі компоненті. Балалық шақтан бастап қартайғанға дейін оның жеткілікті мөлшері остеопороздың алдын алады. 2. Бұлшықет қызметі. Бұлшықеттердің жиырылуы мен босаңсуы үшін қажет. 3. Жүйке жүйесі. Жүйке сигналдарын жіберу және ми қызметін қолдау үшін маңызды. 4. Қан ұюы. Қанның дұрыс ұюы үшін кальций қажет. 5. Жүрек денсаулығы. Жүрек бұлшықетінің жұмысын реттейді. 6. Гормондар мен ферменттер. Кейбір гормондар мен ферменттердің белсенділігін арттырады. Кальций түрлері. 1. Кальций карбонаты. Ең жиі қолданылатын түрі, құрамында кальцийдің көп мөлшері бар, 40. Арзан әрі қолжетімді, бірақ асқазан қышқылының көмегімен жақсы сіңеді, сондықтан оны тамақпен бірге ішу ұсынылады. 2. Кальций цитраты. Жақсы сіңетін түрі, құрамында кальцийдің шамамен 21 бар. Асқазан қышқылы аз адамдарға, әсіресе қарттарға ұсынылады. Тамақпен бірге немесе жеке ішуге болады. 3. Кальций лактаты және кальций глюконаты. Кальцийдің төмен концентрациясын қамтиды, бірақ жеңіл сіңеді. Әдетте дәрігердің тағайындауымен қолданылады. 4. Кальций гидроксиапатиті. Сүйек тінін қалпына келтіру үшін қолданылатын жоғары сапалы түр. 5. Кальций фосфаты. Сүйек пен тіс үшін тиімді, бірақ құрамында кальций мөлшері төмен. Кальцийді қалай ішу керек? 1. Дозасы. Ересектерге тәулігіне 1000-1200 мың. Жүкті және емізулі әйелдерге 1200-1500 мың. Балаларға жас ерекшелігіне қарай 500-300 мың. 2. Қалай және қашан ішу керек? Кальций карбонаты тамақтан кейін немесе тамақпен бірге ішу ұсынылады, себебі ол асқазан қышқылының көмегімен жақсы сіңеді. Кальций цитраты аш қарында да тамақпен бірге болады. 3. Витамин қажеттілігі. Кальций ағзаға жақсы сіңу үшін дәрумені қажет. Сондықтан кальций қоспаларын дәруменімен бірге қолдану тиімдірек. 4. Кальций мен басқа минералдар. Темір және магний сияқты минералдармен бірге кальцийді қабылдау сіңу тиімділігін төмендетуі мүмкін. Сондықтан оларды әртүрлі уақытта ішу ұсынылады. 5. Кальцийді тамақтан алу. Кальций табиғи түрде келесі тағамдарда болады. Сүт өнімдері, сүт, ірімшік, айран. Жасыл жапырақты көкөністер, брокколи, шпинат. Балық сүйегімен бірге консервіленген сардина, лосос. Тұқымдар күнжіт, чия. Кальцийді шамадан тыс қолданудың қаупі. Кальцийді тым көп тұтыну бүйрек тастарының пайда болуына, қан тамырларында кальций жиналуына, кальцификация, іш қатуына және басқа да мәселелерге әкелуі мүмкін. Дозаны қатаң сақтау маңызды. Қорытынды. Кальций ағза үшін өте маңызды, бірақ оны дұрыс түрінде және мөлшерінде қолдану қажет. Табиғи тағамдардан кальций алуға басымдық беріңіз, ал қажет болған жағдайда дәрігермен кеңесіп қоспаларды қолданыңыз.